Тепличный елді мекеннің азаматтарын су тасқынынан қорғау мақсатында бөгеттерді күшейту жұмыстары жүргізілуде. Өткен демалыс күндері облысымыздың азаматтары мен еріктілері құтқарушылар мен жергілікті атқарушы органдарға көмек көрсету мақсатында бөгеттерді қаптармен күшейту жұмыстарын жасады. Бұл жұмыстарды жасауға 160-ға жуық ерікті мен өңіріміздің апат судан аман сақтап қалу мақсатында қол ұшын көрсетіп жүрген азаматтар жиналды. Мы набираем, объявили набор. Біз еріктілерді қабылдау мен тіркеуді жалғастырудамыз. Еріктілер су тасқыны кезеңінде көмекке мұқтаж азаматтарға көмек көрсетеді. Сондай-ақ бізде колл-центрде қызмет атқарып тұр. Бізге қоңыраулар түсіп, еріктілерді тіркеу жалғасуда. Қазіргі таңда жылдам қызмет ету волонтерлар жасағы жиналды. Облыс бойынша олардың саны 1154 болса, қала бойынша 370-ге жуық. Бүгін біз Тепличный елді мекенінде бөгеттерді күшейту жұмыстарына атсалысудамыз. Бұл жерде 160 ерікті қызмет көрсетуде. Қазір таңда облысымыздың барлық күш пен құралдары апат суды болдырмау мақсатында жұмсалуда. Еріктілермен бірге облысымыздың Аманат және ауыл партияларының жастар қанатының депутаттары да көмек қолын созуда. Солардың бірі Әл-Фараби Маңбай. Ол аймақтағы ахуалды көре отырып, қол қусырып отыра алмағанын жеткізді. Бүгін жалпы қаламызда осы су тасқынын алдын алу бойынша штаб құрылған болатын. Ассамблеяның айналасында біз біргеміз ұлттық волонтерлар желісінің аясында бүкіл қаладағы жастар ұйымдары, партия ұйымдары барлық сол жерде біріктік. Бүгінгі күні 100-ден астам ерікті осында келіп, қала маңындағы Тепличный елді мекеніне келіп көмек қолын созуда. Бұл жерде бас еріктілердің мақсаты топырақтарды қапқа салып, қаптап, белгілі бір орындарға барып жайғастыру. Енді бүгінгі іс-шара бойынша тек қана ер балалар емес, қыз балалар тартылған. Бұл жерде қыз балаларымыз осындағы ауыл маңындағы елді мекен тұрғындарына ескерту қағазын таратып жатыр. Оның мақсаты су тасқын жағдай болған жағдайда не істеу керек, әрекеттің барлығы жазылған. Сол ескерту қағазын таратып, қауіптің алдын алу мақсатында. Сондай-ақ еріктілер халыққа профилактикалық жаднамаларды таратып, жұмысшыларға ыстық тамақ берді. Қазіргі уақытта солтүстік Қазақстан облысы бойынша еріктілерді қабылдау қарқынды жүріп жатыр. Су тасқынына қарсы іс-шараларда көмекке мұқтаж тұрғындар үшін байланыс орталығы да жұмыс істейді. Бүгін солтүстік Қазақстан ассамблея жастары өкілдігі, жастар ресурстық орталық, біздің партияларымыздың Аманат және ауыл жастары су тасқынына қарсы іс-шараларға өз көмек қолын созуға жетіп қалдық. Бүгін біз балшықты қаптарға салып, кішкене де болса өз көмегімізді көрсеттік. Солтүстік Қазақстан облысында көктемгі су тасқыны алдын алу шаралары қарқынды жүріп жатыр. Өңіріміздің Тепличная, Заречная, Хромзавод елді мекендеріндегі бекіністерді күшейту жұмыстары күн-түнде жүргізіліп жатыр. Мамандар, құтқарушылар және жергілікті атқарушы органдар бақылауды өз назарларында ұстауда. Мамандардың болжам бойынша апат су апта соңында келуі мүмкін. Сергеев су қоймасындағы толу деңгейі 415 сантиметрге жетіп отыр. Төтенше жағдай департаментінің мәліметтері бойынша су басу аумағында 845 тұрғын үй қалуы мүмкін. Бұл тарихта алғаш рет орын алған жайт. 2017 жылы су қойманың ең жоғары толған кезеңінде 338 сантиметр болған. Азат Құрмаш, Асар Ерболан, Первый Северный телеарнасы.